Жүрек ауруынан хабар беретін 10 белгі. Жалпы адамның ағзасы көптеген үлкен мәселелердің алдын алу үшін кішігірім белгілер беріп отырады екен. Бастысы ол белгілерді назардан тыс қалдырмау керек. Әсіресе егде жастағы қарттар, сондай-ақ артық салмағы бар, қант диабеті және гипертониямен ауыратын, немесе холестерині жоғары адамдар денсаулығына салғырт қарамағаны жөн. Шыны керек, көбіне жүрек ауырып сыр бергенде мән бермей жатамыз. Алайда сіз байқай бермейтін жүрек ауруының 10 белгісінің тізімі төмендегідей. Шаршағыштық – бұл көп ауруларда кездесетін белгі. Шамадан тыс шаршау миокард инфарктісі сияқты жүрек ауруының белгісі болып саналады. Егер қимыл қозғалыс кезінде тез шаршасаңыз және бұл жағдай бірнеше күн бойы жалғасса, онда кардиологқа көрінген жөн. Себебі әлсіреген жүрек толық қан айналымын қамтамасыз ете алмайды, нәтижесінде ағзада қоректік заттар мен оттегінің жетіспеушілігі сезіле бастайды. Тершеңдік – денеде қанға адреналиннің жеткілікті мөлшерін жіберіп, жүрек соғуы тездетеді, ал тамырлар 3 есе күшпен жұмыс істейді. Осыған байланысты қатты терлеу басталуы мүмкін. Бұл өз алдына қорқынышты емес, бірақ онымен бірге айқын әлсіздік пен ауырсыну болса, дәрігерге көрінген дұрыс. Себепсіз терлеу жүрек ырғағының бұзылуы туралы сигнал. Тәбеттің жоғалуы, жүрек айну, асқазанның ауруы немесе ауырлық сезім. Әрине, жүрекке ешқандай қатысы жоқ көптеген себептерге байланысты ас қорыту жұмысы бұзылуы мүмкін. Соның бірі ешқандай себепсіз жүрек айну немесе кеудеге ыңғайсыздық белгілер байқалуы мүмкін. Тістердің немесе төменгі жақтың ауруы. Тістегі кариес, иектің ауырсынуы суық тигеннен мазалап ауырады. Алайда төменгі жақ пен тістегі ауырсыну жүрек ауруының белгілері болып табылады. Ауыз қуысындағы бактерия қанға еніп, тамырларда қабыну тудыруы мүмкін. Бұл өз кезегінде жүрек ауруына әкеліп соғады. Ешқандай себепсіз тістеріңіз үнемі мазаласа, онда жүрек ауруының белгісінің бірі болып саналады. Кеуде қуысының ауырсынуы. Мамандардың пікірінше бұл ең көп тараған белгі, бірақ оның нақты сипаттау мүмкін емес. Себебі әр адамда әрқалай ауырады. Мысалға, кейбіреуінде аз ғана сыздап ауырса, басқаларда шымшып, шаншып, ине сұққан сияқты ауруы мүмкін. Егер дәл осындай белгі бірнеше минуттан астам уақытқа созылған болса, қатты ауырсыну байқалса, бірден уақытты өткізбей жедел жәрдем қызметіне жүгінген жөн. Қол мен аяқтың ауруы. Сол жақ иығыңыз немесе бірден екі қолыңызда ауырсыну байқалса, бұл жүрек ауруының айқын емес белгілерінің бірі. Себебі аяқ артерияларының ауырсынуы перифериялық тамыр ауруының белгісі. Яғни аяқтың тамырларында проблема болмаса, жүректі тексерту керек. Естен тану немесе көздің қарауытуы. Көздің қарауытуы көру өткірлігінің төмендеуі түрлі себептерге байланысты болады. Жалпы себеп әдетте қан қысымының кенеттен төмендеуінен миға оттегінің жетіспеушілігіне әкеледі. Сондай-ақ естен тану және жүрек бұлшықетінің немесе жүрек клапандарының бұзылуы салдарынан болуы да мүмкін. Қатты қорылдау. Кез келген адам ұйықтап жатып қорылдауы жиі кездесетін құбылыс. Қорылдау шынымен де адам денсаулығы үшін қауіпті. Себебі қорылдаған кезде тыныс алуы тоқтап қалуы мүмкін. Бұны медицинада апноэ деп атайды. Яғни оттегі жетіспеушілігіне байланысты адам инфаркт пен инсульт сияқты ауруларға душар болады. Сондықтан қорылдауды жай ғана әдет деп қарамай, уақытылы қаралған дұрыс. Себепсіз ентігу. Тыныс алудың қиындауы, қандағы оттегінің аз екендігінің алғашқы белгісі. Көбінесе физикалық белсенділік себеп болады. Оттегінің жетіспеушілігі қан айналымының нашарлауына, өз кезегінде жүректің бұзылуына алып келеді. Ұзақ уақытқа созылған жөтел. Көп жағдайда жөтел суық тигеннен пайда болады. Егер жөтел бірнеше апта ішінде басылмаса, дәрігерге көрінген жөн. Себебі ұзақ уақытқа созылған жөтел аллергияны немесе бронхитті асқындыруы мүмкін. Алайда кей жағдайда бұл жүрек ауруының белгісі болып саналады. Жүрек жөтелінің белгісі ретінде қызғылт немесе ақшыл шырыштың бөлінуі болып табылады. Соңғы жылдары жүрек ауруына шалдыққандардың қатары көбейіп барады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының статистикалық мәліметіне сүйенсек,
Жыл сайын 18 миллионға жуық адам жүрек ауруынан қайтыс болады екен. Бұрын үлкендер арасында көп кездескен болса, қазіргі кезде жастар арасында жүрек ауруы кеңінен тарап барады. Міне достар, жүрек ауруының белгілерін енді білетін боласыздар, сондықтан өз денсаулықтарыңызды күтіп, дер кезінде маманға қаралып жүріңіздер. Дендеріңіз сау болсын, ауырмаңыздар, жүз жасаңыздар. Менімен бірге болғандарыңызға көптен көп рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк басып, маған қолдау көрсетулеріңізді өтінемін. Сау болыңыздар.